Екінші курс оқып жатқан кезімде қызығатын болдым. Орамал таққан қыздарға, сосын жиі мешітке баратын болдым. Андай ғой, жұмаға барасың, бірақ былай 5 уақыт оқымайсың. Барғанда киініп, не істеп, орамал тағып. Солай екінші курстың бір аяқтарында уже 5 уақыт намазға тұрдым, киініп бастадым. Сосын сол кезде бана жолдасымен бұрыннан танитын негізі жігіт қой. Намаз оқымастан бұрын танимыз да. Сосын ол кісі де намаз оқып бастаған екен. Сырттан көріп қалады мені. Көріп қалып, сосын сөз салады банағыдай. Мә, намаз оқып бастапсың ғой, банағыдай неке қияйық деп сөйтіп сөз салады. Сосын енді бұрыннан танығасын, жақсы бала болғасын, жақсы деп сол кісіге келісіп неке қидық. Неде шарбақта палаткада жасадық. Потому что жолдасым андай не болды да, ондай той керек емес, исраф, андай мындай деп істеткен жоқ, короче, ата-анасына ондайға қарсы болып. Палаткада сондай шағын той жасап жүрдік. 2012 жылы ол кісі қайтты. Содан енді ол кісі в основном араласқан орталар андай болды да, кішкене қатыстанады, бар ғой ақида мәселесінде. Анау болмайды, мынау болмайды деп в основном бана билікке қарсы шығып, андай куфр мемлекеті, мына жақта тұруға болмайды деп сөйтіп айтып келді маған жолдасым. Соны кәдімгідей құйды миыма. Енді күйеуің айтып тұрғасын, даже андай дәлел де сұрамайсың ғой, қандай дәлел деп. Біз Аллахтың заңымен өмір сүру керекпіз. Мынау бізде қазір тағутский мемлекет, ислам мемлекет емес деген сияқты ғой. Біз мына жақта тұруға болмайды бізге. Біз андай шариатпен өмір сүретін сондай ислам мемлекетіне кету керекпіз деп сөйтіп. Енді ол кезде не болды, Кавказ, сол жақтарда соғыс болып жатыр, я қателеспесем, сол жаққа призыв жасап жүрді. Андай лекциялар тыңдайсың ғой, например. Сонда в основном Кавказ, сол жаққа кетеміз деп жүрді жолдасым. Дагестанға. Енді Саид Бурацкий болды, сосын Халил, Дарын деген. В основном Саид Бурацкий айтатын болды. Андай соғыс мәселесінде, джихад мәселесінде. Әйел адамға, ер адамға соғысу парыз деген сияқты. Енді ол кезде мен өзімнің түсінігім, күйеуімнің түсінігі бойынша бәрімізге банағыдай қошу парыз деп сөйтіп мен ойлап жүрдім. Куфр мемлекетінде өмір сүруге болмайды. Енді сен намаз оқып жатқансың, сен уже бізге қошу парыз, міндет деп ойладық та. Сөйтіп сол кезде күйеуімнің 1-2 жолдасы түрмеге отырып қалып, не істеп қамап тастады. Содан кейін мен күйеуім андай мені де ұстайды скоро, менде де, короче, мені де андып жүр, комитетчиктер андай мындай. Короче, мен олардың қолына түспеймін, или мен өз-өзімді өлтірем, банағыдай, или мына жақтан кетем, короче. Сондай немен жүрді. Ода сондай 2 план болды. Енді мен по-любому түспеймін олардың қолына, мен отырмайым түрмеде деп солай не істеп жүрді. Бірақ ол кезде ол маған былай айтты, екеуміз банағыдай ЗАГСте болдық қой енді, заң бойынша ажырасамыз, чтобы ертең маған бірдеме болған жағдайда саған менің тек кетпейтіндей ажырасып кетейік. Бірақ банағыдай кездесіп тұрамыз, көріп тұрамыз, мен бірақ үйде болмаймын, короче. Өзінің пландары болды оның. Андай даже сақалын қырып тастады, болды ондай намаз оқымайтын адамдар сияқты, балағын түсіріп, еще құлағына темекі қыстырып қоятын еді. Бір андай образға кәдімгідей рөлге кіріп кетті, күшті сөйтіп жүрді. Содан 2012 жылы мен өзім аяғым ауыр, уже 9 ай. Сосын ол кісі сол 2012-де қайтты. Ол кісі 2012-де 2012-де ол кісі ана самодельный взрывчатка істеп отырып, өзі досының үйінде қайтты. 2 ба 3 ба дайындап қойған, тағы бір келесін жасап атқан кезде бана замыкание беріп жарылып кеткен ғой. Сол жерде насмерть кетті ғой. Насмерть қайтты. Сентябрьдің басында қайтты, мен сентябрьдің аяғында уже босандым. Содан енді бірақ ана уже қалып қойған ғой, менде түсінік. Оны ешкім банағыда аңдымаса, түрмеге отырғызбаса, ол өлмейтін бет деген сияқты неше ой келеді ғой. Бір жағынан ол кісі банағыдай андай ойлар әңгімелер келіп кетеді есіме. Мен бәрі түрмеге отырмаймын, или там кетем, или өлем деген сияқты. Босандым, балама 7 ай болған кезде достарым болды, араласатын қыздар, тоже намаз оқитын қыздар. Ол қыздар сол күйеуімнің достарының қарындасы, там әйелдері болды да. Бұрын ол өзі тірі кезінде солармен мені таныстырып кеткен. Ол кісілерге қонаққа барамыз ғой енді, үйіне қонаққа барғанда сол бәріміз андай план құратын болдық. Кетеміз, мына жақта қалмаймыз деген сияқты. Енді әйел адамдарымыз ғой.
сөйтіп бір қыздың енді ол кезде уже Сирияға деп біз не істедік. Потому что сол кезде сол күйеуімнің бір дос жігіті ол уже кетіп қалды Сирияға. Иә, қасымдағы қыздардың ағасы да ағалары кетіп қалғаннан кейін енді ол получается уже қарындастарын, өзінің бауырларын, достарын, жақындарын тартады ғой, енді өзі кеткесін. Мен жеттім, аман есен, енді сендер де келіңдер де өзінің қалай кеткенін жолын айтты да, осылай келесіңдер, андай мындай деп. Сосын уже ана қыздың бана подружкамның ағасы уже мені сұрап бастады. Мен де бойдақпын ғой, бойдақпын, кішкентай баламен. Получается, оның досының әйелім ғой енді. Солай кімнің әйелі деген күйеуге шықпай ма екен, мен өзім күтіп алам, андай мындай деп бана предложение ұсыныс жасады. Сосын мен басында келіскен жоқпын. Бірінші жетіп алайық дедім, жетіп алайық, сосын көрерміз дедім. Содан ең бірінші маған жасады олар жол. Мен через Ақтау, Стамбул қаласына бардым. Ол жақта мына Дағиштың өздерінің кісілері болады. Қазақ, кәдімгі осы Қазақстан азаматы. Сол кісі күтіп алды. Бірінші мен күтіп алды. Мен аман есен өттім. Неден? Границадан Стамбулға жетіп өттім. Өзінің бана әйелінің үйіне апарды. Содан кейін уже енді мен жолдасым, ол Сирияда, Стамбулда емес. Мен жеткеннен кейін ол уже өзінің бір қарындасын шақырды. Мен қалай келдім, короче, қандай жолмен келдім, сол жолды оған да айтты да, сен осылай деп келесің деп. Одан бір қарындасы келді, дәл мен қалай келдім, сол жолмен. Ол кісі де келді, жетті, менің қасыма келді. Сосын біз екеуміз, баламен үшеуміз уже неге Сирияның границасына не істеп, Турцияның границасына өтіп, Сирияға біз өтіп кеттік, короче. Иә, автобуспен бізді күтіп алды. Ана қыздың ағасы күтіп алды. Біз ол кезде Стамбулда жатқан кезде біз неке қиып алдық, уже неке қиып алдық, как онлайн неке дейді ғой, немен скайппен. Мен танығанда банағы қасымда подружкаларымның айтуы бойынша ғой, ағаларын айтады ғой, сипаттайды ғой, ағам осындай деген сияқты. Бірақ андай қатты танымай вообще көрген адам емес. Менде андай ол енді бөтен елге келе жатырғанда мен вообще ана жақта әйел адам жалғыз жүруге вообще болмайды ғой, біріншіден. Сосын енді қорқынышты ғой, өзің әйел адам, баламен кішкентай бөтен елде, сондай мен қорқыныш болды да, сосын не істейін, лучше неке қиып алайын, әйтеуір күйеуім болады ғой қасымда деп, сондай немен қидым. Содан кейін ол уже екінші қарындасын шақырды, екінші қарындасы келді, солай, короче, тартты ғой, өзі барды, екі қарындасын. Солай біз ана жақта тұрдық, өмір сүрдік. 2013-те барсақ, 2014 жылы уже кәдімгі халифат объявлять етті, исламский государство, уже банағыдай халиф шықты, Абу Бакр аль-Бағдади деп. Уже бүкіл әлемдегі мұсылмандарды банағыда бәрін шақырды ғой, уже призыв, кәдімгі откровенно призыв жасады бар ғой. Сол уже 2014-тен бастап ол жаққа көп адамдар келе бастады. Қазағы да бар, басқа мемлекеттің азаматтары да бар. Кәдімгі былай айтқанда коридор прямо ашық болды. Ең басында 2013-2014-тердің басы үйдің қасына баламды шайқап отырам, ұйықтатып, үйдің қасына бомба түседі жақын жерге. Келген уақытым ғой, сол бастапқы ең бірінші сол бомбаның дауысын естіген уақытым. Баламды шайқап отырам. Жолдасым бана қарындасы екеуі базарға кетіп қалады. Шайқап отқан кезде уже қандай взрыв болады үйдің қасында. Мен андай бірінші рет көріп тұрмын өмірімде. Шошып кетемін да, балам ұйықтап отқан жеріне шошып оянады. Мен уже баламды құшақтаймын да, андай уже ё-моё, қайда келдім деп уже есіңді жинайсың ғой, үйдегілерді, ата-анаңды сағынып, бауырларыңды сағынып, мен вообще андай қызу оймен, андай жастық шақпен, білімсіздікпен, андай болады ғой, андай көру керек болып та, андай қайда келдім деп өкіндім негізі сол кезде. Андай қайтып кетіп қалу керек сияқты деген сияқты бар ғой. Бірақ уже күйеуіңе айтасың ғой, уже күйеуің қасыңда, жоқ, біз уже ради Аллах келдік, сабыр ету керекпіз деп уже миыңа құйып тастайды. Бірақ андай айтқың келеді ғой, андай бірдеме айтқың келеді, бірақ сені қолдамайды да ол. Қуасың ба, қайда қайтып кеткен, анау келдік па до конца, осы жақта өлу керекпіз. Біздің ошибкамыз сол күйеуімізге итағат етуі да, қатты прям беріліп итағат етіп кетіп тұрып қандай. Ол айтты ма, ол заң деген сияқты бар ғой, сондай. Күйеуім кәдімгі қарапайым жігіт, қарапайым, жақсы, ақкөңіл, бір ренжітіп, ондай не істеген жоқ. Кәдімгі күшті, жақсы азамат болды. Қиды мәселесі, дін, білімсіздік, сол ғой. Банағыда айттым ғой басында, уже кету керек, банағыдай куфр мемлекетінде өмір сүруге болмайды, уже халифат, шариат, сол жақта өмір сүру керексің. Ана қарындастардың айтуы бойынша, мына жақта да Атырауда тұрды ғой енді, тұрған кезде де онда дінге қатты кісі болған. Анау болмайды, мынау болмайды деген сияқты қатты не істейтін болған. Бірінші жолдасыма кәдімгі махаббатпен шықтық, екінші күйеуімнен де ондай көрмеген, танымаған адам ғой. Просто қарындастардың айтуы бойынша жақсы, анау-мынау деп не істеп, бір фотосын көрдім, бір рет сөйлестім, болды. Андай
бір ойбай деп бүйтіп махаббатпен шыққан жоқпын. Ради Аллах, андай шығып кетесің ғой, жақсы адам не дегенсің, мінезі несі жақсы, бір жақсы жігіт сияқты болды маған. Енді мен өзім жесір қалғасын, андай жақсы қараймын баламен деп алам, не істеймін деп тұрғасын, тем более ана бірінші жолдасымда таниды, досы болғасын, андай досымның әйелі, анада қалай, енді ойлайсың ғой, бір даладағы адам, даладағы бір танымайтын адам емес, бар тупо бүйтіп шығып кететін, әйтеуір өзім бүйтіп көріп танымасам да, әйтеуір ол туралы информация жинадым бар ғой, қарындастары бар қасымда, бір емес екі. Сосын ол кісі де уже алғысы келіп андай не істеп тұрды да. Бұрын намаз оқымаған кезде үйленген, ажырасып кеткен. Одан кейін уже біздер 2017-нің аяқтары екен, сол кезде уже жолдасым түсініп бастады, бүліктерін уже көріп, енді тұрғасын көріп бастайды ғой. Біздер әйел адам үйде отырамыз ғой, баламен, үйдің шаруасымен. Енді ер адамдар соғыста жүреді, көшеде жүргесін, олар бір-бірлерімен араласады, не істейді, и политиканы уже түсініп бастады, жақтың, что дұрыс емес, бәрі деген банағыдай біреудің идеологиясы, политика екенін не істеді. Сосын жолдасы маған, қарындастарына айтты, короче, біз вообще мына жақтан кету керекпіз, ешқандай да исламский мемлекет емес деп бар ғой. Вообще мына жақта, былай айтқанда, тупо арам өліп қаламыз деп. Содан бастап біз уже план құрып, ана жақтан қалай кету керек, қалай қашу керек деп, солай уже план құрып не істедік. И жолдасым уже олардың несінен банағыдай соғысына шықпай қалды, уже олардан бөлек кетті да, ол бөлініп. И тек қана өзі емес, біршама адамдар болды, қасында қазақтар да болды, басқа елдің азаматтары да болды. Біздер былай айтқанда оларға қарсы шығып, бөлек шығып кеттік. Бірақ сол жерде тұрамыз, сол ауылда неде, бірақ өзімізбен өзіміз, короче, оларға дым қатысым жоқ. Дәулен адамдар сені спокойно етіп жүргізіп қоймайды ғой, өздеріне қарсы қылып, банағыдай. И олар уже еркектерді түрмеге қамай бастады, өлтіріп бастады, оларға қарсы шыққандарды кәдімгідей топ алып кетеді, казнить етіп ат тастайды. Уже ол 2018 жыл болды, мен жолдасымды, сосын тағы біршама қазақ жігіттер болды, бәрін, короче, не істеді, қамап тастады. Қалай алып кеткенде, оны білмеймін, қалай алып кеткен, тупо көшеден көрсе болды, сені ұстап алды. Алып кеткен, мен өзім жолдасымды базардан алып кетті. 3 ай ол кісі түрмеде жатты, бізге даже айтқан да жоқ, ешкім келіп, ой, сенің жолдасың түрмеде отыр, андай-мындай деп, даже хабар да берген жоқ. Біз өзіміз банағыдай іздеп, сөйтіп естідік, что түрмеде, андай ғой, скоро шығады деп не істеді да бізге. Бірақ шыққан жоқ, 3 айдан кейін уже казнить етіп тастады деп, сондай хабар келді бізге, өлтіріп тастады деп. Неге дегенде, андай күйеуімнің телефонын беріп әкеліп тастады маған. Хауаридж деп өлтірген ғой, короче, оларға хауаридж деген, оларға типа былай дін бойынша қарсы шыққандар деген сөз ғой, оларға халифқа қарсы шығуға болмайды, короче. Оларға қарсы шыққан, кеткісі келген азаматтарды казнить етіп жатыр. Ол кісі уже былайда дайын болып жүрді негізінде. Енді мені ұстап алса, там түрмеге қамап тастап, или там казнить етіп өлтіріп тастаса, мына жақта вообще қалма деп маған кәдімгідей ол айтып кетті бар ғой. Балдарды алда вообще мына жақтан кетіп қал деп бар ғой. Бірдеме етіп мына жақтан кет деді ғой маған, өзінің кәдімгі соңғы сөзі сол болды. Кету керек, мына жақта вообще қалуға болмайды деп. Содан кейін уже енді біз уже түсіндік қой, что қате, дұрыс емес екенін түсінгеннен кейін уже ана жерде даже 5 секундқа да қалғым келмейді бар ғой, шынымды айтсам. Уже кетудің соның уже амалын іздеп сөйтіп жүрдік. Бірақ енді келгенде бәрі оп-оңай болды, келу оңай болды, кету өте қиын болды. Біршама адамдардың көзі ашылды негізінде, бірақ айтуға қорқады да, ешкім андай скрытно жүресің ғой. Айтсаң уже саған проблема болады, даже сені алып кету мүмкін түрмеге. Сол кезде уже андай нелер болды, жолдар болды шығатын, бірақ платный болды да, бәрі ақша. Тегін емес, банағыдай $5,000, $10,000 деген біршама ақша сұрайтын болды. Сені шығарады, или там курдтардың границасына жеткізіп тастайды, или кәдімгі неге Турцияның границасына жеткізіп тастайды. Сондай жолдар болды. Бірақ енді бізде ол кезде ондай қаражат болған жоқ, вообще не істейтіндей. Мен өз басым кәдімгідей жаяу шықтым. 6 баламен. Ол кезде қайын болды, оған айттым ғой, күйеуімнің 2 қарындасы деп, бір қарындасы сол жақта қайтты. Банағыдай ақида мәселесінде оны сол жақтағы 3 әйел өлтіріп тастады. Мен оны өзім қатты танымаймын, ол әйелдерді. Қасымыздағы бір әйел болады, Ақтөбе ма бір жақтікі. Сол қыз аналары тоже Ақтөбенің қыздары, таниды соларды, жақсы таниды. Бізге айтады бүйтіп. Енді ана жерде
мені жолдасымды өлтіріп тастады ғой, казнить етіп тастады, уже менің күйеуім жоқ. Енді бізге андай слух келеді, мә уже менің қайынсіңлімді айтады, мә уже сені іздеп жатыр, сені казнить етейін деп жатыр дейді. Ол кісіге бір қорқыныш салып қояды. Ол кісі уже тыпырлап жол іздеп, ақша іздеп уже кету керек. Бәріміз де кетейін деп отырған адамбыз ғой, бірақ біз қандай жол болса да оны бірінші шығару керек болдық. Кететін жол бар деп айтады. $5000 жолы бар дейді да. Жолы бар, там, например, кім шығады бірінші, не бір орын бар дейді банағыдай. Сосын біз енді қасымызда бана қайын сіңліміз уже андай немен жүргесін, біз уже сол кісі шығады деп айтамыз. И сол кезде бізде ақша жоқ қой ше. Бізге мына жақта ата енем ақша жібереді. Үйде сеть ұстамайды да, бірақ анда интернет клубтар болады. Тек чисто барасың, мегабайт сатып аласың да, неге интернетке кіріп тез сөйлесіп аласың. Сол кісілер бізге ақша жібереді жолға. Банағы қайын сіңлімді аналар алдайды ғой. Типа енді ол кісі мұқтаж болып тұр ғой, кетуге уже қандай жол болса да ол кетейін деп тұр да, бала шағасымен. Деп айтады, ертең, короче, осындай жол бар дейді. Сол жолды обсуждать ету үшін, сосын нені үйді көріп ал дейді. Сен мына үйді көріп кет дейді, бізден бірге барып, сосын сен сол жерге балдармен типа келіп сол жерде отыру керексің дейді. Шығу үшін. Сосын мен қайын сіңлім бірінші өзі барады солармен, ана үйді қарап алу үшін, локацияны қарап алу үшін барған кезде, сосын сол жерде оны өлтіріп тұр ғой, алдап ақшасын алу үшін. Бірақ оның ақшасы болған жоқ, қалтасында ақшасы үйінде болады, балдарына тастап кетеді, үйде болады. Мен естуім бойынша бірінші қылғындырады, даже мен фотосын енді көрдім. Мячиктер ғой, ояқтың как служба безопасности дейді ғой. Сол кісілер бізге келіп хабар айтады ғой енді, осы жақта осындай әйелдердің телосын тапты, андай-мындай деп. И фотосын көрсетеді бізге. Хабар айтады да бізге осылай. И мен андай вообще шок болам. Қылғындырды деп айтады, сосын атты деп айтады. Оны енді білмеймін, точно айтқан жоқ ешкім. Бізде ол кезде андай шоковое состояние, андай не болғасын даже бүйтіп сұраған да жоқпын бар ғой. Бірақ ол әйелдерді бана өлтіріп тастады ғой. Өлтірген әйелдерді, үш әйелді банағыдай даулен адамдары казнить етіп тастады, атып тастады үш әйелді. Как қалай қасас дейді ғой, андай олар адам өлтірді ғой, оларды да солай не істеп тастады үш әйелді. Бала шағалары білмеймін, өздері алып алды ма, білмеймін, короче, былай балдарын істеп жан жаққа кетіп қалды да, андай арабтар алды. Қазақстанға келгендер де бар, бірақ сол жақта қалып қойғандар да бар сияқты. Қатты есімде қалған қорқыныш неде тұрдық біздер, Раққа деген сол дауляны столица сол кезде тұрғанда түнде қатты бомбежка болды. Кәдімгідей бір андай дауар дейді, біткен не ғой, кольцевой болады ондай, қасында домдар болады. Сол жерді кәдімгідей бытшыны шығарып кетті ғой, ана жерде біршама адам өлді, әйелдер, балдар бар ғой, қатты бомбить етті. Сол біздің үйдің қастары жақын, самолет ұшып тек андай келете тек таш бомбить етіп кетіп қалды. Содан кейін шығып не істегенде қараған кезде күйеуіммен бірге сонда уже көрдім, телолар жатты жерде бар ғой, үйлерді қатты бомбить еткен. Кәдімгі сол кезден өзімде қатты есімде қалды. Больница, базар, мешіт, адамдар қай жерде көп жүреді, сондай жерге местный халық, анда қалай не істейді, сондайларды бомбить ететін болды в основном. Мына американский нелер, олар көп андай не істейді, әйел бала шаға дегенде көп не істемейді олар. Анда үйлерге не істемейді, олар чисто по точкам лақтырады. Тек ана сол дағиштың өздерінің отыратын жерлері болады ғой, андай нелер қалай военный нелер тұрған, қару-жарақ тұрған не деген сияқты сондай жерлерге лақтырады олар. Содан біз білетін болдық. Сосын по-любому российский самолетпен американский самолетті уже андай даусынан несіне білесің, уже ажыратасың бар ғой. Сосын вертолет, бочка лақтырады, например, сондай сияқты. Мен өзім, например, Раққада в основном бізде көп әйелдер окружениеде қалдым, бірақ мен ол қалада қалған жоқпын. Қасымда тоже Қазақстанның екі қызы болды, Оралдың қыздары болды, біздер уже өзіміз жол іздей бастадық. Мен өзімде андай болды, білмеймін, по-любому кету керекпіз, қалмау керекпіз мына жерде. Уже күннен күнге қиын болып жатыр да жағдай. Аштық болып жатыр, не тамақта жоқ, дым жоқ, андай қиын болып жатыр. Вообще қалатын дымда не көрген жоқпыз. Мен енді өз басым банағыдай қайын сіңлімнің балдарын алдым, өзім бала шағамды алдым. Банағыдай жаяу жол іздедім да. Ең бірінші біз шыққанда, бана проводник дейді ғой, қалтамызда енді көп ақша болған жоқ, $100 сол ішінде жүрген бір араб тип ана курдтардың несіне границасына қарай просто саған жол көрсетіп жібереді, например, 3 жол ма, оңға солға тіке деген сияқты. Соның бір бағытын айтып жібереді саған, болды, осылай кетесің, тіке деген сияқты бар қандай. Сондай айту үшін бізден $100 сұрады бір адам басына.
біз короче иә деп келістік, потому что ол жақта сен тупо кетіп қала алмайсың, жерде миналар болады, андай опасно болды да қатты. Примерно жолдың бағытын білу керек болдық. Бірақ ол кісі бізді ұстап берді, ол кісі бізді короче алдап кетті. Тек қана біз үшеуміз емес, біршама әйел болды, русскоязычный әйелдер де болды, Россияның, Дагестанның қыздары да болды. Бәрімізді короче ұстап берді. Бірақ бізге дым да істеген жоқ олар. Ұстады да бізді, просто примерно көріп алды ғой, енді өзіміз түрімізді көрмесе де бала шағамызды, қазақ, мынау орыс деген сияқты көріп алды да, бірақ бізді жіберіп қойды. Енді қайталанбасын, сендер мына жаққа типа на пути Аллах келдіңдер ғой, Аллахтың разылығы үшін өлуге, типа шахид болуға, ол жақта не істейсіңдер, сабыр етіңдер деген сияқты ғой. Біз енді оларға айтпаймыз ғой, біз истинаны түсіндік, біз кетеміз деп біз андай қылып не істедік та, біз әйел адам, бала шаға, бізге вообще соғысу парыз емес, біз ашпыз деген сияқты сондай немен айттық та оларға. Сосын типа сабыр етіңдер, Алланың жолында сабыр етіңдер, андай-мындай деп не істеді. Бірақ жіберіп қойды, біз бәріміз по домам үйімізге кетіп қалдық. Бірақ оған не істеген жоқпыз. Бірінші рет ұстап қалдық. Екінші рет адасып кеттік, өзіміз түнімен бәленбай сағат жаяу жүріп адасып қайтып сол ненің Дауляның несіне келіп тұрып қой. Ол кезде де екіншісінде тоже ұсталып қалдық. Алыстан көріп қалдық бізді, мотоциклмен бір ер адам кетіп бара жатыр да, короче көріп қалдық та, біз енді айдалада әйелдер бала шағаны ағып жүр дейді ғой, біздің қасымызға келді де, типа не андай газель болады ғой, арты бар, бортовой, сондай алып келді де, біздің бәріміз салып алды да, өздерінің учаскелеріне алып барды. Тоже біз бағанағыдай айттық, біз қиналып кеттік, короче біз ашпыз, андай-мындай деп. Сосын ол кезде бізге дым жасаған жоқ олар. Кәдімгідей не сол жерден тамақ беріп, нан беріп, бірдемелер беріп, короче үйімізге жіберді. Енді бізге бірақ енді ескерту жасады, енді ұсталсаңдар сендер түрмеге отырғызамыз деп. Сосын білмеймін, менде ол кезде бір андай қатты тәуекел болды да, андай қалай да мен кетем деген сияқты болды. Сосын қасымдағы қыздарға айттым, мен по-любому қалмаймын мына жерде, енді ұсталып қалдық, адасып кеттік, мен бәрі шығамыз дедім. Біз енді кеше адасып кеткенде 3 жолдың біз басқа жағына түсіп кеткенбіз ғой, былай айтқанда. Енді соның ортасы болып тұр ғой, короче ортадағы жол болып тұр ғой дедім, бар ғой, сонымен тіке кету керек болып тұр ғой деп. Содан келесі күні екен, 1-2 күннен кейін қайтып шықтық, короче жолға біздер. Қайтып шықтық да, уже біршама жер жүріп, бала шағамен уже курдтардың постына соған біз көрдік алыстан, уже посттарын көріп тұрып, курдтардың. И біздер короче жан жақта шашырап келе жатырмық қой, например, бір әйел ана жерде 2-3 баласымен, бір әйел мына жерде. Біздер уже неге постқа жақындаған кезде олар бізге алыстан атып бастады. Кәдімгідей атты ғой бізге, андай біз түсінбейміз, өзіміз еще ашпыз, андай шаршап, бәленбай сағат жаяу жүріп, қиналып, өзіміз келатқанда андай мен жыладым бар ғой, жатып алып, алла, өйстіп өліп қаламыз ба енді деп бар ғой. Сосын оказывается андай екен, курдтарға уже андай беріліп жатырасың ғой, олар жаққа бүйтіп не істеп жатқанда, андай ақ жалаумен, флагпен, андай бір саппен сөйтіп жүріп, солай не істейді екен бар ғой. Андай в основном арабкілер, сирийклар андай жақтан қашып жатқандар сөйтіп не істейді екен, қашып солай беріледі екен. Біз енді оны білмейміз ғой. Біз ана жүрсек, короче, басымызды көтерсек атады бізге. Жүрме, жат деп тұрғандай. Қырғын бала шаға, әйелдер, 4 әйеліміз жерде жаттық, білмеймін, 1-2 сағаттай бар ғой, қозғала алмай жаттық жерде. Сосын артымызға қарасақ, бір шама, короче, андай адамдар келе жатыр ғой. Сирийклар екен, арабкілер екен. Біз соларды короче жатып жерде күттік қой, аналар біздің қасымызға келгенін бар ғой, жақындағанын. Ана жақындағаннан кейін біз солардың сафтарына қосылып кеттік, ана кісілердің. Олар кәдімгідей бүйтіп екі немен бүйтіп асықпай, қолдарында ақ флагтармен сөйтіп келе жатыр да. Оларға атып не істеген жоқ олар. Солардың қатарына қосылып кеттік біздер. Сөйтіп границасына жеттік. Жеткен кезде ол арабтарды бөлек, сосын біздерді бүйтіп бөлек шығарды, курдтар. Потому что біздерді, олар қалай, енді Қазақстанмен доғыр болғасын, ол кісілерде біздерге андай тамақ беріп, жақсы қарат бар ғой, границаға келдік қой, андай бөлек палатка беріп, біздерге не істеді. Сол кезде жусан бір бағдарламасы болып кеткен екен, біздер сол біріне үлгере алмай қалдық та, біздер екі ісімен келіп тұрық қой. Жоқ, медицина ояқта қатты ондай медицина болған жоқ, больницаға барған жоқ. Менде домашний роды болды, 3 бала босандым, 3-еуінде үйден босандым. Қайтқан қайынсіңлім босандырды үйден. Енді ол кісіде ол енді бір медик емес, гинеколог емес, самоучка дейді ғой. Андай көп дұға ететін едім, өлсек те бәріміз бірге өлейікші деп бар ғой балдармен, чтобы менен қалып қалмасын балдарым, или менің көз алдымда балдарым бағанағыдай істеп қалмасын. Енді
андай ғой, больницаның өзіне барғанда да больница өте опасный болды. Сондай больницаларды бомбить ететін болды в основном. Адам көп жиналатын жерлерді, мешітті, базар деген сияқты. Больницаға көп бармайтын болдық біздер. Бана больница деп айтып отырмын ғой. Больницаға көп барғым келмейтін себебі де сол. Өзім тісім ауырып, қатты тісім ауырып, манағыдай күйеуім ол кезде соғыста. Андай ғой, телефон болса да, бірақ ол жақта андай интернет, связь деген проблема болды андай. Сосын күйеуімнен андай не істеп сообщение жазып жіберген сияқтымын, рұқсат алып. Енді ол кезде даже үйден де былайда шықсаң күйеуіңнің рұқсатына шықпайтын болдық біздер. Бәрін ескертесің, айтасың, или там ол кетіп бара тұрса сұрап қаласың, например, базарға баруға бола ма, магазинге баруға бола ма деген сияқты. Сөйтіп ол кісі бірақ басында жазып жіберген жоқ, тісім ауырып жатыр қатты, неге зубныйға барайыншы деген жіберген жоқ. Андай ер адам врач деп бар ғой, ер адам қарайды, не істеме, бармай ақ қой, таста деп. Бірақ ол шыдай алмағасын, рұқсат алдым да жолдасымнан, қайын сіңліммен бірге неге бардық, стоматологке бардық, больницаның ішінде стоматологке барып, уже енді кірейін деп отыр, мен уже очередьтің енді кірейін деп жатқан кезде уже андай, олар енді басынан рациямен жүреді ғой, ер адамдар. Андай уже таяры деп бәрі андай шум, айқай не болып кетті да, андай паника болып кетті. Уже самолет қой таяры деген не. Уже мен кірейін деп жатқан уақытта уже сол больницаның бір шетіне уже не лақтырды, вертолет, бочка лақтырды. Бочка деген андай қатты нені алып кетпейді, үлкен нені, бір түскен жерін не істейді ғой. Сосын біз бәріміз, енді больница адамдар бәрі паника, бәріміз подвалға қаштық, бәріміз подвалға түстік. Сол кезде көрдім банағы именно ана лақтырған несі, ана муджахидтер дейді ғой, соғысқа қатысқан еркектер раненый жатқан жеріне лақтырған ғой ананы деген. Сол кез кәдімгі есімде қалды. Сосын екінші тоже больницада банағы балам ауырып больницаға бардық. Сол кезде ауырғанда ол несін аяғын күйдіріп алып, аяғына обработка жасап келейінші деп больницаға қаратып алайыншы апарған кезде тоже опять больницада не больницаға емес, басқа сол жақын жерге бір жерге лақтырған ғой. Именно бана вертолет несін бочка лақтырған. Сол жерде раненый бір жас баланы келіп жатыр. Көз алдымда кәдімгі анау уже қан болып, не шашылып қалған сондай. Содан кейін уже больница десе мен вообще андай қорқып қаласың ғой андай. Жоқ, больница вообще жақындағым келмейтін болды. В основном бомбежка ғой. Любой таң демейді, күн демейді, самолет келіп бомба лақтырып кетеді. Бір құттай бір жарты кило күріш тауып аласың, фаршпен араластырасың, или там редиска, да, например, картошка жоқ, жуа жоқ, редисканы аласың да, как картошка сияқты сорпа қылып істейсің. Тірі адам өзінің тіршілігін жасайды дейді ғой, не бар ана жақта, короче, сумен пісіріп, не істеп, сөйтіп жеп отырдық. Например, 1 кило күріш аласың да, оны құттай пісіріп, дәмі шығады ондай. Сол анда қатқан нандар болады, біздің андай қатып қалған нан, соның ішіне саласың деген сияқты, ана как не тамақ, короче, сөйтіп отырдық біздер, сөйтіп күн көріп отырдық. Қиын шақтар аштық, банағыдай граница жабық деген ол шақтар бізде басталды. Қазір айтам бір 2017-лерде болған сияқты, 2017-лерде қателеспесем, граница жабық, уже тамақ кірмей қалды, сондай болды. Ешқай жақтан ештеме кірмей. Ол жақта енді в основном қатты не болды да, несправедливость болды. Мына арабтардың біздерге деген несі болды андай. Өздерінде тамақ бар оларда, олар аш болған жоқ біздер сияқты. Просто именно былай айтқанда біздерде олар пайдаланып тұр ғой, андай етті бәленбай мыңға сатып, тамақтарды бар тамақ қой, бірақ андай открыт бет шығармайды да, тығып не істейді да, андай как аукцион сияқты бет шығарады да, короче, сатады 15 мың, там 1 кило фарш 15 мың болды, әлі есімде алдым. Потому что ашсың ғой, жоқ қырғын бала шаға бар. Например, еттің бағасы 15 мың 20 мың теңге, біздің ақшамен айтқанда секер, ұн деген сияқты тоже сондай, бешеный ценалар сондай болды. Бірақ адамдар амалсыздан ақшасы барлар алды, конечно, ақшасы жоқтар қиналып сол жақта жүрді, аш болып бар ғой. Например, біз мына тау болады, ортасында ауыл, ұзын беткен жалғасқан ауыл ғой, 2-3 ауыл. Сосын мына жақ үйлердің ар жағында речка бар, өзек. Ол речканың ар жағында нелер, сирийцтар, Башар Асадтың әскерлері да, например. Потом мына таудың ар жағы пустыня жақ, ол жақта уже курдтар. Сосын біздер, например, сұраған кезде енді Башар Асадқа ол жаққа вообще пленге түсуге болмайды деді. Енді потому что ол жақта солдаттар әйелдерді зорлайды деді. Ол жаққа вообще түспеңдер деді. Не болса да мына курдтарға қарай шығамыз деді. Енді біз қасымызда бір әйел адам емес, қырғын әйел бар, бәріміз ақылдасамыз. Например, интернетпен сөйлесіп отқан әйел адамдар бар мына жақта, например, немен ата-аналармен, например. Олар айтқан ғой, не болса да
да курдтарга шығыңдар, потому что курдтар мен қазақтар бана договор істеп жатыр, сендерді алып кетеді, не болса да курдтардың несіне лагеріне барыңдар деген. Сендерді сол тұрған жерлерінен алып кете алмайды ешкім, сендер ана жерден шығу керексіңдер бірдеме етіп деген да. Сол пустыняның артына ар жағына біз шығып тіке кеттік қой, короче, тіке жүре бердік. Бірақ ана жердің бәрі апасына мені болуы мүмкін да. Бір ауыл бар, сол ауылда жол бар. Ана нелер арабтар, сирийклар бәрі сол жермен қашады екен, сол жақпен шығады екен бәрі. Например, оларға кету, курдтарға шығу, оларға не проблема. Олар спокойно шығарады, олар ұстамайды. Именно бізді шығармайды. Бізді көрсе, уже біз балдарымыздан таниды ғой енді, уже басқа елдің азаматы, уже не араб емес, білетті, уже бізге, короче, запрет шығуға болмайды. Енді біз соның бәрін естиміз ғой, білеміз ғой. Енді қасымызда, например, арабша жақсы сөйлейтін, түсінетін қыздар бар. Банадай, мен, например, өзімнің сирийка көршілерім болып жақсы араластық та, біздердің әйелмен, несімен жақсы араласып істедік. Мен даже олардан да сұрайтын болдым, потому что ол әйелдің несі жолдасы сол неде жасайтын болды. Постта тұрады ғой. Мен даже ол кісіге де айттым бар ғой, біз мен кетуім керек. Енді қасымда бана қайынсінің балдары бар ғой, әкесі жоқ, не шешесі жоқ. Мен осы балдар аманат, мен жеткізуім керек үйлеріне, банадай бар ғой. Маған көмектесіңізші, хотя маған просто бір жолды айтыңызшы, курдтарға қарай кететін деп бар ғой. Енді ол кісі басында бізге айтқан жоқ, қандай сабыр, типа мұртат боласың ғой, там Қазақстанға барсаң да мұртат болып кетесің ғой деген сияқты бар ғой, лучше қала бер, ол сияқты жүре беріңдерші деп. Бірақ ол кісі ең соңында көмектесіп айтты бізге, примерно бүйткен ненің жолды осы көрсетті, осымен тіке кете бересіңдер болды деді, басқа ешқайда бұрылмайсың деді. Біз, например, енді адасып кеткен күні біздер түнде шықтық. Тұман болып кетті дала, тұмандым көрінбейді. Әлі есімде 3 жол, қазақ жерде болады, жол, машинаның жол, былай, 3 жол тұрды. Біз соның, короче, білмеймін, басқа жеріне, басқа жолына қарай түсіп кеткенбіз ғой. Негізі 3-4 жол тұрды былай. Біз басқа жағына түскенімізде, например, өзіміз сол қашып шыққан жерімізден біз былай айтқанда тау бар ғой банағы, соның іргесімен біз, короче, тіке емес, біз, короче, былай соның іргесімен просто тупо жүре бергенбіз ғой. Например, түнде шықтық па, біз таңда азанның дауысы естілді бізге. Мә дедік біз, короче, мы әлі жүрік, біз рядом, потому что азанның дауысы шығып жатыр, біз әлі кеткен жоқпыз не болса да. Сол кезде уже самолеттер бомбить етіп бастап жатыр, андай ғой уже. Сосын уже күн жарық болғанда уже түсіндік біз тупо, короче, вообще адасып кеткенбізді. Ең соңында шыққанда біз уже түнде сол жаққа бардық, сол жаққа шығатын жаққа бардық да, бір пустой бір үй болады ғой, ешкім тұрмайтын. Соның ішіне барып қондық түнде, бала шаға немен қондық та, сосын біз уже таң намазын оқып алдық та, уже біз таңда күн әлі жарық болмай тұрғанда, уже сол кезде біз шығып кеттік. Сосын как раз біз солай шығып жатқан кезде бір жас бір подросток бала болады ғой, бір там 15-16 сондай араб. Ол балада біз сол жерде олар жатқан болып тұрады тоже. Ол балада бізбен шықты бар ғой, мен сіздермен көрейінші. Сосын жақын үйдегілерімді, ата-анамды сол мен шығарам, жолды қарап алайыншы деген сияқты. Ол да бізбен бірге шықты. Біз соңғы шыққанда сол жолға тіке жүрдік те, бірақ енді бала шаршайды, не істейді. Айта алмаймын, неше сағат жүрдім, но бірақ бір шама жүрдік. Например, таңертең таңда шықсақ, бір кешке қарай жеткен шығармыз уже. Күн бататын уақыт сол шамаға қарай біз жеттік сол жаққа. Жолда жатқанымыз бар, 1-2 сағат. Уже біз аналардың уже постына жеткенде уже күн қараңғылық бар ғой. Почти бір күндей жүріп тұрып қой, жайлап. Андай тез емес, жайлап асықпай жүріп барғанда. Сол жақта қатты қуанған сәт. Сол қашып, шығып, сол курдтардың границасына жеткен кезде қуандым, потому что қатты қиналып кеттік қой, енді шыға алмай, жол бір шығу деген бір арман болып, бір андай невозможно нәрсе сияқты болды, кету, шығу, мен шықтым ба деген сияқты. Әлі холда жатқан кезде қазақтар келді ау бізге. Қазақтар келіп, списка алып, біздермен танысып істеген кезде, сонда қуандым, қатты қуандым. Бәленбай жыл ер адаммен сөйлеспеген, көрмеген, енді андай ғой, біз бүйтіп не істеп қалғанбыз ғой, бөтен ер адаммен сөйлеспейсің, контакт жасамайсың. Ана еркектерді көргенде бір ағамызды көрген сияқты болады, қуанып кетесің, бір жақын адам көрген сияқты. Деп, біз кетеміз ба, не алып кетесіздер ма деген сияқты, андай бір не жылап, не істеді, андай қуандық. Қазақстанға барсақ, не болса да ол болсын деп, қамап тастаса да түрмеге жүр. 2019-да біз келдік Қазақстанға, 2020-да уже бізге сот болды.
не үшін болғанда ешкім сені айналайын деп күтіп алмайды ғой, ана жаққа барып бәленбай жыл қаңғып, например, өзің кетіп қалдың да, ешкім сені жіберген жоқ, бар кет деп. Иә, отбасымда ешкім не істеген жоқ, қарсы болған, андай жақсы қабылдады анам. Енді айтады ғой, например, апаларым нелерім сөйледі, андай адаспайтын адам болмайды ғой, енді қазір қарам, тыныш жүрші деп не істеді мамам деген. Я, мен айттым, мама, мен түсіндім, қателестім, мен самый главный, мен түсініп келдім, что қателескенімді, например. Түсініп келдім, мен ешкім заставлять етіп алып келген жоқ мына жаққа. Мен қалай кеттім, мен солай өзім келдім. Түсіндім. Бірінші Алладан кешірім сұрадым, тәубе жасадым, что қателескенімді оңбай. Ата-анамнан кешірім сұрадым, болды, мен уже все дедім бар ғой, андай қатты қателескен екенмін. Бәрі сол мына білімсіздіктің кесірі ғой, білім жоқ, андай тупо ана болмайды, мына болмайды деп, сол мен сөйтіп ата-анам қабылдады, енді олар не істейді, баласы болған. Бұрынғы түсінікте бізде андай қалай Құранды, хадисті біз естисің де, оның шархын, оның мағынасын алмайсың, тіке қабылдап алатын болдық. Былай с виду көрсеткенде как будто бір күшті бір шариат сияқты болды да, ол жақтандай бір шариатпен бір үкім шығарып, бір не істеп жатқан сияқты болады да, бірақ іштерінде өздерінің былықтары болған ғой. Андай біз оны білмейміз ғой. Енді тікелей түсінік болғанда, например, бұрын намаз оқымайтын адамды біз прям кәдімгі кафір деп айтатын болдық бетіне. Сен кафірсің, кетші деп бар ғой, андай кәпірді ұруға болады, например, өлтіріп кетуге болады деген сияқты, сондай болды да, андай оларды жақсы көруге болмайды деп айтты бізге. Оларды жақсы көруге болмайды, олармен бір жерде отыруға болмайды деген сияқты, сондай істеді. Дәстүрге, конечно, болмайды тоже. Кесер, бесікке салу, оның бәрі типа шариатта жоқ, бидағат деген сияқты ғой, андай дінде жоқ нәрсе деген сияқты. Олардың бәрін біз уже мойындамай қалдық. Туған күн, например, жаңа жыл тойлау, ондай тек қана не істейсің, ораза айт, құрбан айт деген сияқты бар ғой, соларға мән бересің де, андайларды вообще мойындамайсың. Даже туған күніңді не істемейсің, елемейсің ғой, болмайды деп, сондай болды. Иә, қазір уже мен бәрі нормально, потому что өзім ойлаймын ғой, басында бәрін қиындатып алғанымыз ғой, енді ана болмайды, мына болмайды. Енді тойға бір-екі рет бардым, иә. Жақын адамдарым туған күніне, например, шақырады, мен барам, кәдімгі қалай қоғамға мен спокойно кәдімгі араласып кеттім, андай шектеу жоқ менде, ойбай, ана болмайды, мына болмайды деп бар ғой. Иә, өкінемін. Енді өкінгенде қалай бүкіл жастық шағым бір бәленбай жыл уақытым кетіп қалды ғой, былай айтқанда. Бірақ бір жағынан андай өкінгенде де дым істей алмайсың ғой, тағдыр дейсің де отырасың да. Бірақ енді, конечно, өкінемін, адамның өзімнің өміріме бір үлкен таңба алып алдым ғой. Таңба дейді ғой, қалады ана сен даже қазір ойнап күліп жүрсең де, бәрібір сен жүрегіңде тұрады да, ол бір не болып, қарадақ болып. Иә, білім ең бірінші кәдімгі дұрыс адамдардан білім алу керек екен. Балаларыма енді қазір барынша жақсы тәрбие беріп жатырмын. Жақсы азаматша болуларын, например, қалайсың ғой, өзіңнің қателескеніңді олар көрмесін, қателеспесін деп, например. Сосын мен даже балдарымда үлкен айтып қояды, неге бардыңыз сіз, неге бардыңыз сидаға деп айтып қояды маған да, енді үйде ойнап күліп жүргенде айтамын, енді барғың келіп барды дейсің ба, енді сөйтіп адасып кеттік деймін ғой. Енді жарқын болашақ тілеймін балаларыма.